Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Рамазанның соңғы 10 күндігіне де келіп жеттік. Мен кешкі ауызашарға шайға осы тәттіні жасап жатырмын. Рецептісімен сіздермен бөліспекшімін. Бұл қандай пирог десеңіздер, бұл жаңғақты ерекше пирог. Міндетті түрде рецепті соңына дейін көріп шығыңыздар. Және де құрғақ болмайтын, іші бір влажный болып тұратын пирогтардың бір түрі. Сондықтан да видеоны бір рет соңына дейін көріп алыңыздар жасамас бұрын. Ең алдымен мен осы жаңғақтарды кішкене бір 2-3 минут бойы қызып тұрған табаға қуырып алдым. Енді жақсылап майдалайтын боламын пышақпен. Езгіш, измельчитель мүлдем қажет емес. Кішкене қатты бір майда болып кетпеу керек, және де қатты бір үлкен болмау керек жаңғақтар, сондықтан да пышақтың көмегімен жақсылап майдалап алыңыздар. Барлығын майдаланған жаңғақтың барлығын бір шұңғылдау ыдысқа саламыз. Жаңғақтың бетіне бірденен қант саламыз. Корица салсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңша бір шай қасық корица қойсаңыздар болады. Кішкене қоңыр болу үшін. Маған корицаның дәмі ұнамайтын болғандықтан мен салмадым. Жақсылап екеуін араластырамыз, және де бетіне еріп тұрған сары майды саламыз, немесе еріп тұрмаса да болады, негізінде май. Жақсылап осы жаңғақпен біріктіреміз. Араласып кеткенге дейін жақсылап, немесе қолдарыңыздың көмегімен жасаңыздар да болады. Міне дәл осылай бірігіп кетуі тиіс. Енді бір шетке қойып қоямыз. Енді міндетті түрде еріп тұрған сары май болуы керек. Таза ыдысқа және құрғақ ыдысқа саламыз. Майдың бетіне қантты саламыз, және де жақсылап екеуі біріккенге дейін миксердің көмегімен жақсылап қозғайтын боламыз. Енді осы 3 жұмыртқаны біртіндеп сала отырып қозғауымыз керек. Міне жақсылап. Жұмыртқаны салғанда асықпаймыз, кезекпен үшеуін біртіндеп салатын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма жаңадан қосылған болсаңыз, міндетті түрде мені жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз, және де жанындағы колокольчикті де баса кетіңіз. Менің бірде-бір рецептімді жіберіп алмайсыз. Менің каналымда күнделікті әртүрлі рецепттер бар, ыстық тамақтар, және де фастфуд, салаттар, және де десерттер, неше түрлі чизкейктің рецепттері бар. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Жұмыртқаны қосып болғаннан кейін шетін жақсылап лопатаның көмегімен араластырдым. Барлығы біркелкі болуы үшін енді мен дүкеннің 20% қаймағын қосатын боламын. Менде президент қаймағы, сапалық өнімдерді пайдаланыңыздар. Міне барлығын салатын боламыз. Осы кішкентай қаймақ 200 грамм бұл жерде. Миксердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Ең соңғы кезекте ұнды салатын боламыз. Бұл жерде ұнға разрыхлитель, және де, яғни ұн қопсытқыш, және де ванилин қосылған. Хош иістендіргіш. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша, ванилин қоспасаңыздар да болады. Міндетті түрде ұн қопсытқышты міндетті түрде қосу қажет. Жақсылап барлығын бірденен салып жатырмын. Мен бөліп салмаймыз. Миксерді осылай кішкене мен қоспай тұрып араластырып жатырмын, себебі ұн шешетке шашырап кетпес үшін. Жақсылап бір 20-30 секундта миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі масса болғанға дейін. Кішкене қоюлау, қатты сұйық емес масса шығады негізінде. Менде осы жаңғақпен жасалынатын пахлава тәттісінің де рецептісі бар каналымда. Міндетті түрде сонында көріңіздер, өте керемет шыққан. Осы каналымдағы өте жақсы қаралым жинаған рецепттердің бірі. Өте керемет болып шығады бір жасағаннан. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста қыздырып дайындап қойыңыз. Диаметрі 24 см болатын осындай форманы қолдандым. Өздеріңіз қалағанша форма қолдансаңыздар болады. Егерде 4 бұрышта болса, 21-21 қолдансаңыздар болады. Мұнда менде дөңгелек 24 см-лік күнбағыс майымен майлап жатырмын. Сары майдың көмегімен де майласаңыздар болады. Бірденнен тестаның жартысын саламыз. Теңдей жартысын саламыз.
шетіне жайғастырамыз жақсылап осылай. Кішкене қоюлау тесті жаңа айтқанымдай. Енді жаңғақтың да теңдей жартысын салып шығамыз. Осылай жақсылап жайып, қолымыздың көмегімен немесе қасықпен салсаңыздар да болады. Жақсылап отырғызамыз. Ең басында жаңғаққа қант араластырған болатынбыз. Сол кезде қант араластырғанда көбіне негізінде өте майда қантты қолданыңыздар, немесе сахарная пудраны қолданыңыздар. Енді қалған тестаның барлығын осы жаңғақтың бетіне салып шығамыз. Шетіне лопатаның көмегімен жақсылап жайып жатырмын. Барлығы жаңғақтың бетін жабатындай етіп. Енді қалған жаңғақтардың барлығын бетіне саламын. Жақсылап біркелкі етіп салуым керек. Негізі қолмен салған ыңғайлы көрінеді маған қасыққа қарағанда. Қызып тұрған пеште 180 градуста дәл 40 минут бойы пісіріп алдым. Асты үсті бірдей пісетін пеш менде. Міне кереметтей болып қызарып пісіп шықты, жақсы көтерілді пирогым. Енді бірденнен осы ыстық күйінде мен жарты сағаттан кейін түсіріп жатырмын формадан. Шетіне сәл пышақты салып жатырмын. Өйткені кішкене қанты бар жаңғақтар жабысқан екен. Сіздер егерде бұлай болған қаламасаңыздар, пергамент бумагасын салсаңыздар да болады формаға негізінде. Мен өзіме сенімді болғандықтан, және де формаға жабыспайтын болғандықтан, осылай бірденнен сала бердім. Шыққаннан кейін негізінде шпажканың көмегімен, яғни ағаш таяқшаның көмегімен піскен-піспеген тексеріп көрсеңіздер болады. Міне кесіп көрсетіп жатырмын сіздерге ішінің қалай піскен, және де өте жақсы көтерілген байқағандарыңыздай. Жеген кезде іші толықтай піскен, және де өте бір влажный, сулы болып тұр. Ішінде жаңғақ болғаннан кейін, және де қаймақ бар, май бар, сондықтан да солай болады. Егер де менің рецептім ұнаса, міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз, және де лайк басуды да ұмытпаңыз. Ас болсын, сау болыңыздар.